Уважаемые наши журналисты, с вашего разрешения буду... Не, я извиняюсь, можно не кричать? У нас 15 Можно человек. не кричать? Я попросил разрешения. Хорошо, два вопроса задаем. Вот у нас есть сотрудник, он вам даст ответы. Задайте, пожалуйста, можно задать? Давайте. Хорошо. Мадина Жатканбаева, Хак медиа арнасы. Менің сұрағым бүгінгі қаралып жатқан заң бойынша жаңа коммуналдық мекемелердің басшылары ары қарай өздері бизнестермен айналысқан уақытта өздерінің бизнестермен ғана айналысып кетеді ме? Нақты өзі жұмыс атқарып жатқан жұмысы сол кезде екінші орында қалып қалмай ма? Осы жағдайда қалай болмақ? Ол заң жобасы мен алдында да жаңа оқылымда айтып кеттім. Ол біріншіден конституциялық шешімі деп жүрміз, соны орындауға жетті. Әрине олар қазір сол кәсіпкерлікпен, жаңағы айтылған тұлғалар кәсіпкерлікпен айналыса алатын болады, бірақ олар ешқандай кедергі болдырмау қажет сол мекемеге. Ол жаңағы яғни сондай жағдай көзделген. Жақсы, мен сізге нақты осы мәселе бойынша бір фактіні келтіргіміз келіп отыр. Осы жақында біз Қызылорда облысында болған уақытта емханасының басшысының өзінің бизнесі бар. Мысалы, өзінің бизнесі өркендеп жатыр, ал төртінші емхананы ол қарызға батырып жатыр. Сол кезде қалай түсінуге болады деймін да? Өзінің бизнесі өркендейді, ал жаңағы мемлекеттік емхана қарызға батады. Әрине ол дұрыс емес шығар. Енді оны жеке қарау қажет. Сол фактілі болса бізге беріңіз. Біз анықтайтын боламыз. Департаменттің басшысына тапсырма береміз. Жақсы, екінші сұрағыма көшейін. Осыдан біраз жыл бұрын халықаралық әуежай бойынша қылмыстық іс қозғалып, Палмана деген азаматтар сотталып кеткен. Енді осы орайда ол кісілер қылмыстыққа көмектесті ғой, сол кісілердің арқасында қылмыс ашылды. Бірақ сіздердің тергеушілеріңіз сол уақытта уәделерін ұстамады, неге 65-ші бап берілмеді айтқан нәрсе? Ол қай аэропортта айтып отырсыз? Халықаралық әуежай туралы. Жоқ, әуежай қай? Астана, басқа ма? Астана қаласы бойынша айтып отырмын. Жақсы, оны мен қазір сізге нақты айта алмайтын боламын. Қандай факт бойынша сізге жазбаша беретін? Сіздердің тергеушілеріңіз сол кісілерден көлік сұраған пара ретінде. Бұл арыздар түскен, бірақ ол арыздар жылы жабылып кеткен. Мен қазір соны бірінші рет естіп тұрмын. Бізде бұқаралық ақпаратпен айналысатын өкіліміз бар. Оны зерттеп, бәрін жазбаша ма, брифингте ма, соны жазбаша жауап береміз. Қожахмет Кеңесбек, 4-ші билік арнасы. Сізге сауалым. 2024 жыл бойынша қай өңір сыбайлас жемқорлық бойынша көш бастап тұр? Және қай сала? Тоқталып кетсеңіз. Мен жаңа айтып кеттім өз жауабында. Енді солай, енді әлеуметтік сұрақ дейміз, енді жаңа ғана сұрақ қойылды алдында. Ол жаңағы білім саласы. Білім саласында мен жаңағы фактілерді айтып шықтым. Сондай фактілер анықталғаннан кейін, әрине ол енді сұрақ туғызады. Сұрақ туғызуымен қазіргі ғана шара қабылдауда, сол шара мәселе бойынша қылмыстық істер азаю бастады. Сол жұмысты ары қарай жалғастыратын боламыз. Бірінші. Екінші мәселе ол жаңағы спорт саласы. Өзіңіз біз бұқаралық ақпарат арқылы мәлімет бердік. Қазірде бізде қылмыстық істер қарауда, ол да дұрыс емес. Қаншама миллиондаған қаражат спорт саласына бөлініп жатқан кезде арасында ұрлау болып жатыр. Сол қажет қазіргі ғана қылмыстық іс қозғалуда қатысты тұлғаларға құқықтық баға берілетін болады. Рахмет. Өңірлер бойынша айтып кетсеңіз, қай өңірлер сыбайлас жемқорлық бойынша? Оны қазір айта алмаймын сізге өңірлер бойынша. Өңірлер бойынша әр факт ол индивидуальный факт. Екінші сауалым, 2019 жылы мемлекеттік қызмет туралы және жемқорлықтың алдын алу бойынша заңға өзгеріс еніп, қандай да бір қызметкер сыбайлас жемқорлық бойынша істі болған жағдайда оның басшысын өз еркімен
жұмыстан кетуге мәжбүрлейтін ереже енгізілген болатын. Қазіргі уақытта осы ереже қаншалықты іске асып жатыр? Оны сондай өзгеріс бар, заңда сол қарастырылған. Кім қалай өзінің процедуралары бар, отставка кете ма, арызын жаза ма, ол жаңағы уәкілетті органымыз бар, агентство по делам госслужбы, солар айналысады. Біз бүгінгі күні көріп отырмыз да, тек қана бухгалтерлер ғана немесе бөлім басшылары ғана ұсталып кетіп жатыр. Енді бұл бір жақты ғана жасалып жатқан қылмыс емес. Соған тікелей жауапты басшылар бұл жөнінде ешқандай бір шешімдер қабылданғанын біз көрмей жатырмыз. Сондықтан именно осы жердегі өзгеріске енген ереженің ақсап жатқандығын көреміз ба? Вот сразу бірден айтып шыққан сондай сұрақтар бізге келеді, сұрақтар қояды. Атыңыз кім дедіңіз? Қожахмет. Қожахмет. Вот былай да, енді әр қылмыстық іске, әр эпизодқа ол жаңағы құқықтық дәлел болу қажет. Ол ең басты мәселе. Дәлел болса, онда сол кісілер басшысы болсын, орынбасары болсын, басқасы болсын, әр адамға байланысты, толыға байланысты, ол баға біріншіден дәлелмен сот, біз деген кезде сот соңғы инстанция сол баға берілетін болады. Тек біріншіден құқықтық дәлел болу қажет. Ең басты мәселе. Рахмет. Господин Саркулов, скажите, пожалуйста, вот была недавно информация в социальных сетях, хотелось бы узнать, проверял ли Антикор информацию о вилле 10-комнатной в Алматинской, в предгорьях, точнее, Алматы, которая, по некоторой информации, принадлежит бывшему руководителю Антикора. Стоимость этой виллы 2,4 миллиарда. Хотелось бы узнать, проверял ли Антикор эту информацию, насколько она достоверна. Жания Уранкаева, это пресс-кизет. Как? Жания, ее зовут Жания. Да, Жания Уранкаева, пресс-кизет. Да, хорошо. Я говорю, это тоже мы публикацию видели. Соответствующее как бы у нас подразделение есть, этим вопросом занимается. Это раз. Второе, я хотел бы сразу отметить. Здесь мы тоже должны понимать, если это декларативно, если это как говорится, зарегистрировано соответствующим образом, как бы есть вопросы законодательного характера, кто-то в бизнесе занимался, кто-то еще, как бы мы должны также уважать право частной собственности. Это второй момент. Третий, конечно, вопрос этот будет изучаться, будет этот вопрос дана оценка. Следующий вопрос. То есть конкретно вы не установили, кому все-таки принадлежит, и опровержение вы не можете, да, сделать, что принадлежит ли эта вилла за 2,4 миллиарда бывшему руководителю Антикора или нет? Сейчас как бы мы независимо, кто это бы не был, какой бы этот работник не был, где бы он ни работал, этому, как говорится, независимо правовая оценка дается. Вы не ответили, ну хорошо. Скажите, пожалуйста, вот у нас со следующего года начинается всеобщее декларирование всех казахстанцев. При этом очень многие казахстанцы не могут дождаться, когда публичными станут декларации государственных служащих. Скажите, пожалуйста, вот в Антикоре прорабатывается ли сейчас вопрос, обсуждается ли он, чтобы все-таки казахстанцы видели в первую очередь то, чем владеют у нас государственные служащие, прежде чем требовать от казахстанцев показать их доходы, почему наши, по сути, наемные государственные служащие не показывают, чем владеют они? Ну, здесь это уполномоченный орган, есть комитет госдоходов, то есть это налоговые органы. У налоговых органов, и в том числе мы совместно с ними над этим вопросом работаем. Сейчас все эти декларации и так постоянно сдаются, это давно идет процесс. Сейчас, тем более, цифровизация всех процентов, всех вопросов уже такой, более такой системный вопрос есть. Есть информационные системы, сейчас, по сути, ничего сейчас не скроешь. Все это на виду. Есть этой системы, над этим вопросом дополнительно мы прорабатываем. Нет, конкретно, чтобы вот каждый казахстанец мог открыть и увидеть доходы, заработную плату спикера Мажилиса, президента, сената, вашу декларацию. Сейчас же у нас нет такой возможности. Вот вы зря говорите, что у нас есть такая возможность, и все это в открытом доступе. Ну, сейчас этот вопрос прорабатывается, со следующего же года будет. То есть вы гарантируете, что в следующем году мы увидим, да? Я гарантировать не могу, еще раз говорю. Я же как бы, это мы часть одного органа. Совместно с другими госорганами мы отработаем вопрос, это дадим официальную информацию, не только мы причем. А почему вы, Антикор, не настаиваете на том, чтобы государственные служащие, которые, по сути, являются источниками этой вот коррупции, да, с которой мы столько лет боремся и никак не поборем, почему все-таки в открытом доступе нет этой информации?
Почему Антикор не настаивает на этом? Ну, настаивать, не настаивать, настаивать одно, надо законодательно подходить к вопросу. Мы на кого-то давить или еще и так далее, как бы мы не уполномочены и не будем этого делать. Мы, конечно же, это будем, как говорится, в законных рамках обсуждать. И что касается коррупции, еще раз говорю, такой апофеоз, он тоже не нужен. Почему? Потому что мы не должны так судить, что, и я хочу это особенно подчеркнуть, мы не должны говорить о том, что у нас прям высокая там и так далее коррупция. Да, это было, но сейчас вы сами знаете повестку, есть политическая воля руководства страны. Если бы мы эти все вопросы замалчивались, ничего бы мы и в прессу не выдавали бы, и ничего бы и возврата так такового активов не было, и тех резонансных уголовных дел, наверное, бы не было. Мы должны понимать, что большинство, я подчеркиваю, еще раз это особенно подчеркну, что большинство государственных служащих, большинство людей, которые работают на государство, они порядочные люди. Я это отмечаю. Вот этот же свет, тепло, отопление, другие вещи, может быть, это банально звучит, но это делают простые люди. Это надо подчеркнуть. Те же, которые люди работают на коммунальных предприятиях, на тех фабриках, заводах и так далее, которые у нас есть. Да, не про них же речь. Мы же требуем, чтобы декларации в открытом доступе были высоко поставленных чиновников, которые, собственно говоря, у нас и попадают на скамью подсудимых по самым громким антикоррупционным делам. Я в начале своего ответа сказал же, что этот вопрос еще обсуждается. Вопрос еще этот обсуждается, он будет со следующего года будет.